Лұқпан хәкімге бір сопыс мақ адам бір жиылыста айтты. Сіздің ауруға ем етуіңіз күнә. Құдайдың жіберген қаза бәлесіне себеп табамын деген Құдайға қарсылық болып табылады деп білемін деді. Лұқпан айтты, олай болса, сол айтқан сөзіңіз жазылған кітапты келтіріңіз. Сенімді кітап болса, біз тоба етіп дәрігерлікті қоялық деп. Сопы бұл сөзді еш кітаптан көргені жоқ. Кітап алып келе қояйын деп қозғалмады. Жиылып отырған халық шулап қоя берді. Сопы, Лұқпан жесірге байдай, жетімге ағадай болып, неше мұңды бейшаралардың көзінің жасын тыйды. Сен бұл істі күнә деп білсең, кітабыңды көрсет. Болмаса, қазығы алып барып, жазаландырамыз деп. Істің бұлайша зорайып бара жатқанын көріп, Лұқпан халықтан өтініш етіп, тысқа шығарып, сопыны оңаша қалдырып айтты. Алла разы болсын, молдам. Білген шамаңызша бізді күнәдан тыю үшін ақыл айтқаныңызға. Бірақ бізден де сізге бір ақыл айтылсын. Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, онан соң көзіңізді жұмсаңыз. Сонан соң ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп жөнін танып, мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға сонда ерік беріңіз. Екінші, сіздің айтқан сөзіңізден оқып жетіспегендік көрінеді. Құдай тағала адамға әртүрлі дене берді. Қол берді жұмыс қылмақ үшін, көз берді көрмек үшін, аяқ берді жүрмек үшін, құлақ берді естуге, ақыл берді ойланып жаман жақсыны аңғаруға. Сол берген денелерді тиісті орнына жұмсамасаң, Құдайдың бұйрығына қарсылық болып табылса керек. Оның үшін жүрмей, тұрмай, отырмай, көрмей, есітпей Құдайға да құлшылық етіп те болмайды. Сол реушті жансыз нәрселердің де керексіз жаратылғаны жоқ. Бір шөпті у етіп жаратты, екінші шөпті оған басытқы етіп жаратты. Бұларды да танып, біліп, бұйрықты орнына жұмсамасаң, күнәлі боласың. Тиісті пайдалы орнына жұмсаудан обал болмаса керек деді.